Азаматтар, аймақтағы емдеу мекемелерінің рейтингі жарияланды. Халыққа сапалы қызмет көрсетуде қай емхана үздік деп танылды. Көш соңында тұрған емдеу орны қайсы? Бұл туралы медицина мамандарының алқа отырысында айтылды. Шараға денсаулық сақтау министрлігінен арнайы өкілі қатысты. Облыста Жаңақорған аудандық орталық ауруханасының медициналық санитарлық көмек көрсету қызметі жоғары бағаланып, 75%-бен рейтингте көш бастады. Ал Сырдария мен Қазалы, Қармақшы аудандық ауруханалары, 4-ші қалалық және темір жол емханалары науқастарға қызмет көрсету сапасы жөнінен өте нашар деп бағаланды. Көш соңында қалғандарға шара көрілмек. Ал 9 айдың қорытындысы бойынша 70%-дан жоғары орындап тұр. Бұл көрсеткіштердің барлығы алып келіп, облыстың көрсеткішінің құралатынын жақсы білесіздер. Сондықтан жауапкершіліктеріңізді қарау енді күнделікті тәртіпте күн тәртібінде болады. Жиында денсаулық сақтау саласының соңғы 6 айдағы индикаторлық көрсеткіші жарияланды. Бір қуантарлығы осы жарты жылда босану барысында адам өлімі тіркелген жоқ. Ал сәбилердің шетінеу деректері біршама төмендеген. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі бұл саладағы жетістіктермен қатар сыр өңіріндегі медициналық кадр даярлау ісіне жоғары баға берді. Айта кету керек, биыл республикада тұңғыш болып Қызылордада медициналық мамандар финдік бағдарлама бойынша білім алады. Кадрлар дайындау бойынша да осы қазір орта медициналық кадрлар бойынша финдік бакалаврлық әдісі енгізуде. Осы Қызылорда облысында бір колледж сол бағдарлама бойынша оқытуда. Сол ары қарай осы бағыттарда осы жұмыстар жалғастырады деп ойлаймыз. Тағы да бір мақсат бағыт ол мемлекеттік жеке әріптестікті дамыту, яғни жеке медицина дамыту. Соның ішінде де осы Қызылорда облысында бір жоба бойынша әріптестік бойынша жобаға қол қойылды. Ол да жақсы жетістік деп ойлаймыз. Алқа отырысы жағында жаңалықпен қорытындыланды. Биыл 4 бірдей ауылда дәрігерлік амбулаторияның іргетасы қаланады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде 400 келушіге арналған нөмірі 2-ші қалалық емхана құрылысы аяқталып, тамыз айында ел игілігіне берілмек. Айгүл Қожақова, Иса Шарипов, Қанат Махамбетов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.